келесі платформамыз Genially деп аталады. Ол үшін мына жаққа Genially деп жазамыз, ағылшынша жазамыз. Әрине бізде әдеттегідей бірінші сілтемені басамыз. Бұл жақта да басқан кезде мына жақта логин немесе sign up дейтін батырма болады. Сіздер мына sign up зарегистрировать бірінші рет кіріп жатсаңыздар, осына басасыздар. Sign up with Google дегенді батырмасын басамыз, Google аккаунттарыңызбен кіресіздер. Енді бұл платформада мен аяқта бұрындағы жасаған жұмыстарым кешегі тұрады, барлығы сохранить етіліп тұрады, уайымдамаңыздар, еш жаққа жоғалып кетпейді. Біз мына аяқтан create Genially деген батырманы басамыз, from a template деген template дейді, бағанада есімізде сақталған болу керек, шаблоннан дайын шаблондар арқылы жасаймыз. Бұл жақта не жасай аламыз Genially арқылы? Презентация, инфографика, ойын құрастыруға болады, интерактив, видео деген нәрселер жасақ болады. Бірақ бізге бүгінгі өтіп жатқан тақырыбымыз презентация болғаннан кейін, міне презентация деген бөлікті үстінен басамыз. Сол кезде астына бізге қазір түрлі шаблондар шығатын болады. Мінекей бізде мысалға Essential Presentation дейді, Genial Presentation. Қазір астына түсіп көрейік, қандай презентациялар бар, мысалға мынау презентацияны көрейік. View Template. Егер енді звездочка болса, бұл премиум. Жоқ болса, жай ғана болса, бұл тегін деген сөз. View, көзді басамыз, яғни көру, бірінші көріп алайық, бұл қалай, бұл платформаның қалай істейді, мына жақта нелеріміз түсіп жатыр, анимация кішкене қозғалып тұр деген секілді. Екінші бет шығады. Мысалы, мынаны не істейтін болсақ, үлкейеді, кішірейеді деген секілді. Өте керемет, бұл бағана Canva'да да неде де болған жоқ, Genially'дің. Subject name дейді, басасыздар, көресіздер, бассақ, мынаяқтан Teacher's name деп шығады, көресіздер, әр нені бассаңыздар, ары қарай деген секілді. Енді осы платформамен жұмыс жасап көрейік. Ол үшін use this template, яғни осы шаблонды қолдану деген ұғымды білдіреді. Use, қолдану. Осы нәрсені басамыз. Мінекей, бізде ойланып жатыр. Ойланғанның өзі креатив екен бұл Genially'да, бәріміз байқап отырғандарымыз, яғни анимация, көп нәрсе. Genially'да беретін мүмкіндіктер көп. Мына жақтан енді сізге айтады, сіз қайсын таңдағыңыз келеді дейді. Бірінші бет таңдасаңыз болады, екінші бетті қоссаңыз болады, немесе мен сияқты мынау select all деген, яғни бүкіл нәрсені таңдау деген батырманы басамыз, add, қосу деген жақты басамыз. Add, жазайық. Енді бұл жақта біз не нәрсені жүндей аламыз, бірінші мінекей бағанағыдай бәрімізге белгілі сөзді, текстті өзгертуден бастайық. Мысалға бағанағыдай бірінші сабақ дейміз. Бұл жақта да шрифті ұнамай қалса, Python 1-нан біз өзгерте саламыз. Так, мына жақта қазір бізде нелер шығу керек? Мінекей түрлі шрифттар шықты. Мысалға Паванам дегенді бассақ, өзгеріп жатыр, Павана біріміз өзгеріп кетті деген секілді. Redux Pro дегенді басып көрек, осылай өзгеріп деген секілді таңдайсыздар. Бұл жақта да жирныйды болсақ, жирный болады, курсивті бассақ, курсив болады, шрифтін өзгерте аласыздар, мына жаққа жазасыздар, то же самое. Мысалы, 85 керек десек, үлкейеді деген секілді. Highlight, яғни артын сызсақ болады, мысалға. Арты керек емес болса алып тастайсыздар. Түсін, түсі мына жақта өзгерту, мынауын бассақ, түсі өзгертіледі деген секілді. Бірақ бағана сары түс қала берсін бізде. Дәл сондай ары қарай бағанағы көресіздер өздеріңіз тень қоссаңыздар болады, параграф, список бағанағыдай, тура Canva'дағыдай. Осындай дүниелер бар. Енді бұл бізде бірінші текст деген дүние болды, Title барын қоссақ болады, өздеріңіз танасаңыздар болады. Келесі image, сурет деген сөз. Ең бірінші бізге мына жақтан search деген іздеу деген сөз. Гифкалар қосуға болады екен мысалға. Тамаша деген гифканы қоссақ, өте керемет гифкамыз шығып тұр, ұнап тұр маған. Суретті де бағанағыдай іздесек болады. Мысалға не деп жазсақ болады? Мысалға қандай сабақ керек бізге? Chemistry деп жазып көрейік. Химия сабағына қатысты. Бізде түрлі мұғалімдер бар, енді түрлі сабақтарды көрейік. Суреттер шықты, химияға қатысты бізге мынандай керемет суреттер беріліпті. Жай ғана біреусін басасыздар, одан кейін форматын кішірейтеміз, үлкейтеміз деген секілді, мына жақында қойылды. Немесе алып тастаймыз.
Болмаса, не дегенде өзіміздің компьютерімізбен, ее компьютер, өзіміздің компьютерімізді мына жерді басып, загрузить аламыз бағанағыдай мысалға. Қаяқта изображение деген бөлікті басайық, менде бар ма жоқ па енді көрейін. Новая папка дегендегі бағанағы Абай атамыздың суретін сала берейік. Енді бір ғана сурет болып тұр. Енді өздеріңізге керек суретті қоя бересіздер. Мына жақта бізде жүктелді. Мына батырманы басамыз. Сол кезде Абайдың суреті шығады бізде осылайынан. Мысалға бетсек болады. Абайдың суреті мысалға бір жаққа жабысып тұрсын, болды, осы жерге керек емес деп, лок, яғни мына жақта біз құлпы қойып тастасақ, бұл сурет өзгермейді. Қараңыздар, мен қанша жылжытсам да өзгермейді. Ал егер де керек болса, мысалға unlockты бассаңыздар, міне уже ала береміз, осылайынан. Суретке қатысты ақпараттар осы, немесе ссылкасында қойсаңыздар болады, суреттің бағана интернеттен алып деген секілді. Келесі ресурс, бұл жақта да түрлі ресурстар бар, иконкалар бар, міне show more десек, көп деген ары қарай түрлер шығады, міне. Мысалға физикаға қатысты үлкейтеміз, кішірейтеміз деген секілді. Бұнда түрін, түсін де ауыстыруға болады иконкалардың ше, мынау немізге келістіріп. Ары қарай shapes тоже самый бағанағы фигуралар, коннекторлар дейді, иллюстрациялар, ненің Genial иллюстрацияларын көрейік, қандай нелер бар, міне өте ерекше, басқаша форматтағы иллюстрациялар екен бағана Canva неге қарағанда бұл жақта. Ары қарай бізде силуеттер, графикалар, tables деген бұл жақта бізде бағанағы сызбаға қажетті нәрсені. Мына tablestар мысалға сіздер прямой жүктей бересіздер. Мысалы мен жазам бірінші аты деп, мысалға кәнекей казахскийға өзгертейін тілімді. Аты, одан кейін тегі деп, өзгерте берсек болады. Осының үшінде жасай береміз. Сонда мына жақтан да аты тегі деп өзгертіле береді екен. Осылай. Графикалар да қойсақ болады түрлі. Бұл жақта да бағанағы жазсаңыздар болады. Қандай белгісі, он қандай бағанағы сыныптың бағалауына қатысты деген секілді. Interactive elements, яғни мына жақта ең қызығы бар. Осыны көрсеткім келіп отыр. Мынау бізде бірінші бет толып кетсе, ары қарай астына түсемізде page деген батырманы басамыз. Сөйтемізде екінші бетке өтеміз, міне. Екінші бетте мысалы мынау керек емес болса, алып тастай саласыздар, бағанағыдай. Немесе басасыздар да cut, так. Cut дегенді бассақ, бізде разрешить өшті. Керек емес нәрсенің барлығын удалить ете бересіздер. Cut, delete деген нәрсені басып. Так, енді бұл жақта бағана интерактивный элементтерді не нәрсе бар? Өте керемет. Кнопкалар қойсақ болады. Баттон, ссылка қойсақ болады. Мысалға, мына кнопканы қойып, сіздер қай жаққа барғыларыңыз келеді. Келесі бір бетке өтесіздер ме? Жоқ әлде линк, ссылка қойсақ болады бағанағыда YouTube-тан. Ал балалар келесі ары қарай бізде видео сабақ беру жұмыс дейсіздер де, бағанағыдай тура біз неде қойдық, қателеспесем, имейздама қойдық. Так, биология, міне 9-шы сынып, кез келген шыққан нәрсені ала салайын. Мысалға, осы батырманы басамызды астынан қайтадан өтемен, мені поделиться енді. Орысша тұрса сіздерде, болмаса share деп тұрады. Осы жақтан копировать, ссылкасын копировать етіп аламыз да, мына жаққа келіп қоямыз. Ставить. Save, сохранить деген батырман. Міне, мына жақта бізде қойылды линкіміз. Бұны көру үшін мына жақта бізде не тұру керек? Қазір көрейік. Қандай батырман? Менде көрінбей тұр. Activity дейді. Preview деген батырманы басамыз. Preview, көзім суреті тұр ма? Яғни алдын ала көру. Жұмысымыз қандай мысалға? Мынау шықты ғой батырман. Енді осының үстінен бастан көрдіңіздер ме? Бірден YouTube-қа жіберіледі. Осылайынан уақыттарыңызды үнемдей аласыздар, яғни бір беттен екінші бетке барып жүрмейсіздер, бірден қойып қоясыздар. Ссылканың несін, түрлі нәрселерді қойсаңыздар болады. Келесі, виджет, бұл жақта таймер қойсақ болады екен, міне. Таймер, яғни 1 минуттық таймер үлкейтесіздер, или өздеріңіз өзгертсеңіздер болады. 1 минут емес, мысалы маған 2 минут деп көрсеңіздер, міне 2 минутқа өзгертіледі. Мынау да санайтын, дүние екен, міне. Каунттан аудиосын өшірсеңіздер болады, қоссаңыздар болады. Бұл жақта да өз еркілеріңіз, тұра берсін десеңіздер. Мынау күн санайтын нәрсе екен. Біз 2 рет қайталанып кетсе өшіре саламыз. Топқа бөлуге мысалға
6 топтан болады деген секілді. Қазір қай топ жауап береді болмаса, иә? Мына кубик қазір көрсетсем превьюда қалай болатынын. Міне көре салайық, превьюда мысалға. Міне уақыт кетіп жатыр. Мына жақтан таймер кетіп жатыр. 1:57 деп балаларыңызға экранға қосып қоясыздар. Осы уақыт аралығында жұмысты жаса деген секілді. Мынаның үстінен бастап міне тамаша, иә, бізге мысалы 2 деген не шықты, мысалы екінші топ, екінші сұраққа жауап бер деген секілді. Бұл жақта да түрлері бар, мынаның үстінен 2 рет басатын болсақ, colors. Бұл жақта мына жаққа көрсетейін, иә, түс или балаларыңызда түстерге бөлсеңіздер болады. Жасыл топтар, иә, күлгін топтар, directions, бағыт, операциялар, мысалы бөлу, алу деген секілді. Яқта да болмаса 8 бана топ саны, иә, қанша баладан бөлінеді болмаса, осылайынан істесек болады. Келесі, мына жақта coin деген батырма бар екен, бұл теңге, монета, иә. Анау беті түсе ме, мынау беті түсе ме? Қай топтың жолы болады? Yes or no, иә немесе жоқ деген. Кім жеңді немесе жеңілді деген нәрселерді қоя аласыздар. Қандай керемет нәрселер, иә? Карусель қойсақ болады. Карусель бағанағы бұл өздеріңіз білесіздер, иә? Екінші суреттен бірінші суретке ауысып отырады. Суретін өзіме керек суретті қоямын десеңіздер, міне replace тұр ғой. Бағдаршам, иә? Нені? Мысалға, мынау суретті алып осындағы, немесе бағанағыдай өздеріңіздің девайс немізден жүктей аламыз, иә? Мынаны басы бары қарай компьютерімізден жүктей салсақ болады. Немесе мына жақта дайын тұрған суреттерді іздеп, search деген жерге жазып, иә, ақпаратымызды жөндесек болады. Сосын мына жақта replace, яғни орнын алмастыру деген ұғымды білдіреді. Міне суретіміз ауысты, иә, осылай. Қазір көрейік енді бұл қалай жұмыс істейді екен деген секілді, иә. Барлығын алдын ала көріп отырғыларыңыз келсе, мысалға міне мынаны басам, иә, үлкейеді. Ары қарай екінші бетті басам, екінші жерге келеді деген секілді, яғни бір беттің өзіне 3 суретті бір-біріне жасырын осылайынан қойсаңыздар болады. Мынау бағанағы монетаның түсуі, иә, деген секілді нәрселер екен. Жақсы. Осындай нәрселер бар екен. Рандомайзер, иә, рандомны таңдайтын нәрсе болу керек. Қане қосып көрейік пунктта. Я рандомайзер бағанағы текст, бағанағы видео қоса берсеңіздер болады. Replace бағанағы осыны баса бересіздер. Керек емес болса, алып тастай саласыздар, иә, артқа. Егер де артқа қайту керек болса, мына жақта бізде undo деп тұр. Бүкіл undo, яғни мына көріп тұрсыздар ғой, артқа қайтамыз міне. Алдыға қайтсақ болады деген секілді. Осындай дүниелер бар екен бізде Genially арқылы. Мынау бетті толтырдық, ары қарай page деген бетті басамыз да, келесі екінші бетке өтеміз. Мына жақта мысалы жөндейтін болсаңыздар, жөндейсіздер, иә, бұл түсінікті деген ойдамын мен. Мынаны барлығын бірге бетіп басып тұрсаңыздар, бәрі бірге алады да, X тезек әппақ парағымыз қалады. Interactive questions, бұл жақта сұрақтарды да қоссақ болады екен. Бір несі, жақсы жері. Multiple choice, яғни бұл жақта сұрақ, мына жаққа міне 2 рет басасыздар үстін. Question деген сұрағымызды қоямыз. Сұрақ. Дұрыс жауап, мынау бізде дұрыс жауап. Қате жауап жазады бала деген секілді. Қате жауап деген секілді. Егер де мынаны дұрыс қылғыларыңыз келсе, мынаны бір басасыздар. Көрдіңіздер ғой, мысалы 2 жауаптан тұратын сұрақ болса, мынаны өшіріп қате қыласызсаңыздар болады. Бірақ енді біздің дұрыс жауап деген соң мынаны басайық та. Мынаны үстінен бір бассақ, X болады, иә, керек емес. Осылайынан қоса аламыз. Ал бұның біз жауабын көре аламыз ба, балалар жауап бергенде маған келе ма дейтін болсаңыздар, жоқ. Бұл жақта бізде негізінен слайд жасауға арналғаннан кейін, бұл ойын жасайтын программалармен ертең танысамыз, иә, одан кейін премиум версиясында бар нәрсе бұл. Бірақтан да бұлайынан ойнауға да болады, неге қосып қойып интерактивні тақталарыңызға. Келесі алып тастай салайық. True or false, иә? Дұрыс немесе қате деген секілді. Мысалы, бұның превьюін көрейікші, не болады екен. Міне, бала екеусінің 2 ответтің біреуін басады, true десе, мысалы, жіберу деген батырмаса, дұрыс. Көрдіңіздер ғой? False болса қате деген секілді. Бана multiple choice дәл сондай. Image selection дейді. Суреттер қойсаңыздар болады. Атын мысалға, мынау не деген секілді. Не дұрыс, 2 рет басасыздар. Дәл сондай. Replace, optional title, яғни қосымша не астын жазып қойсаңыздар болады. Мысалға, парақ, бірдеңе деген секілді. Жауаптары, дұрыс жауабы деген секілді.
Ары қарай бізде сортировка деген бөлім бар екен, иә, бұны көрейік. Сортировка, бұл жақта, иә, балалар таңдайды, иә. Мысалға көре салайық, бұны да қалай, мысалға, өздеріңіздің бағанағыдай жөндейсіздер. Адан сір 2 деп, иә. Send бағанағы дұрыс қайсысы несі реттілігі екен, иә. Мысалы, бірінші мынау тұрады, екінші мынау тұрады, үшінші мынау тұрады деген секілді сіздер жөндей алады екенсіздер. Жақсы. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай келесі. Үшінші бетімізге ары қарай мынау бетте біз ойындар жасадық, иә. Келесі бетіміз, мынаның барлығын бүйтіп мышкамызды бүйтіп қатты басып тұрып, алып тастасақ болады. Керек емес болатын болса. Smart Blocks, бұл жақта диаграммалар қойсақ болады, өздеріңіз жөндесеңіздер болады, иә, мына жақта түрлі диаграммалар берілген екен бізге. Таблицалар, иә, бағанағы не сияқты таблицаларды да өзгертуге болады екен. Иә, кез келген сізге ұнаған таблицаны аласыздар, мысалға екеуісін салыстыру, бір бәле, результат деген. 2 рет басып, бұны да өзгерте бересіздер, бағанағы текстті өзгерткенде, иә, санын өзгертіп деген секілді. Процесс, таймлайн дейді. Так, ол жақта не екен? Уақытқа қатысты бұл керге, тайм. Түрлі шаблондар, галерея, карта қоссаңыздар болады екен, иә, географиядан беретін мұғалімдер болса, басқа да пәндер, иә. Келесі, мына жақта бокс, профиль, көресіздер ары қарай. Insert деген өзіңіздің неңізден қоясыздар, компьютерларыңыздан, иә. Мына бірақ премиум версиясында екен, ол аудио жазу, иә, видео, ссылкасын қоясыздар дәл солайынан. Background деген бұл бізде артыңға бағанағы несі, фоны, background, иә. Color дейді, мысалы, мынаны қойсаңыздар, көк көмбекке айналды деген секілді. Егер де ұнамай қалса, артқа қайтасыздар, мына осылайынан өзгерте бересіздер. Түрлі шаблондар бар, мысалы, кірпішті қоятын болса, кірпіш, артымыз кірпішке ауысады, мынандай болады деген секілді көресіздер. Page, мінекей пейджіміз осы. Егер де бұны, мысалға, мынау страницаны дублировать, копировать ету керек болса, мына жақта дубликат деген тұр, иә. Осыны бассақ, бізде дублировать етіледі. Өшіретін болсақ, керек емес болса, қоқысты баса саламыз. Delete дегенді бастаймыз. Өшіреді. Мінекей осындай нәрселер бар екен, құрметті ұстаздар. Сол бағанағы соңында көреміз, иә, бір рет қалай болды жасаған жұмысымыз деген секілді өзінің анимациялар бар, өте жақсы дайын шаблондар, керемет өзгерте бересіздер. Енді біз бұны қалай жүктеп аламыз, иә, бұны да мына жақта қандай батырма бізде? Мынау батырманы басамыз, көк батырманы, осы жерде public онлайн, яғни публикация жасаймыз, иә, онлайн. Title дейді, презентацияларыңыздың атын қоясыздар. Ой, менде шығып кетті. Так, қазір қайтадан басып көрейік. Міне, тақырыптың атын қоямыз, мысалы, бірінші сабақ, иә. Не жайлы бірінші сабағымыз болды, мысалға, слайд жасау деп. Өздеріңізге дескрипциясын бересіздер. All set батырмасын басамыз. Міне, бізде шықты, иә. Міне, бірінші сабақ деп баған жасаған гифкаларымыз барлығы тұр. Өте керемет, неміз деген секілді бағанағы тұрған заттарымыз. Ал мынау батырманы бассақ, бізде линк, яғни осының біз несін аламыз, ссылкасын аламыз. Ссылка. Жалпы Genially платформасы айтатыным осы, сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Соңына шейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет.